Күнделікті өмірде біз алатын заттардың ішінен тышқан немесе де бір адамның қолын таба көрмейміз. Бірақ та бұндай да жағдайлар болған жандар бар екен. Ал ендеше кеттік. Қарапайым жігіт өзінің үйіне сүт алуға бара жатқан жерінен сүттің ішінен тышқан тауып алыпты. Әрине, тышқанды көбісі жей алмайды, қытайлардан басқа. Ішкіш жігіт өзінің сырасының ішінен сприч тауып алыпты. Ал сол спричлің ішінде қандай бактерия бар екені әлі күнге дейін белгісіз болып келеді. Индия елінде тұратын жігіт өзінің сырасының ішінен кесірткені тауып алыпты. Ол полицияға шағым жазғаннан кейін оған қорабымен бірге сыра сыйға беріпті. Ұстазына балалар кәмпиттерді сыйлапты. Ал сол кәмпитті ұстазы шаймен отырып жейін деген кезде ішінен тіс табылыпты. Тіспен қоса неше түрлі құрт құмырсқалар. Бұдан кейін әрине оның тәбеті жоғалған шығар. Австриялық жігіт пепсин ішіп жатқан кезде ішінен пепсидің емес басқа бір нәрсенің дәмі шықты. Ол бұл қандай дәм деп ішін ашып қараса құрт құмырсқа мен кесіртке жүр дейді. Ол пепси компаниясына жалоба жасағанмен бұл біздің ішіміз деп мойындамай отыр. Қуырылған тышқандар, қандай тәтті. Әрине бұл қытайлар үшін. Қытайлар көбінесе чипсылардың арасына тышқандарды салады. Бірақ та қазіргі күннің өзінде нандардың арасынан да тышқандар табылып жатыр. Америкалық бүлдіршіндерге анасы KFC алып беріпті. Ал сол KFC'дің дәмін көрген балалар бұны қайтадан жегісі келмепті. Анасы оның ішін аралап қараса, ішінде тауықтың басы жатыр екен. Және тағы да америкалық қыз. Ол өзінің қатырылған кремінің ішінен адамның саусағын табылыпты. Бұның себебі сол зауытта жұмыс істейтін адамның қолы байқаусызда құрылғыға тиіп кетіп, қолын кесіп кетіпті. Достар, лайк басып, астыға комментарий жазып кетіңіздер. Егер де сіздер бұл тамақтарды жегіңіз келмесе, астындағы қызыл подписаться деген кнопканы басыңыздар.